Ассалаумағалейкум қазақ елі. Еуразия бірінші арнасында басты жаңалықтар, ақпараттардың айтаманы ғалым кәлмен. Әуелі әлқиссасын тыңдаңыз. Арқаның ақ түтек бораны аямайды. Қарағанды жақта 100-ге тарта көлік жолда қалды. Дәл қазір қай трассаларға шығу қауіпті. Между поселками Баймырза, Ушанды по направлению города Астаны видимость ухудшается. Тонналаған сәбіз шіріп жатыр. Қоймаларда тау боп үйілген көкөністі тіпті 50 теңгеден де ешкім әкетпейді. Ал сіз сәбізді қаншадан алып жүрсіз? Қолыңызда қанша банк картасы бар? Бір басына бірнеше пластик ұстаған адамдарды қаржы нарығын реттеу агенттігі мұқият тексереді. Олардан қандай қауіп болуы мүмкін? ОБТ-ға санаулы күн қалғанда Түркістан облысы оқушыларды бір мектептен екіншісіне өткізіп сабылып жатыр. Баласының басқа мекемеге ауысып кеткенін ата-аналар да білмейтін көрінеді. Бұның бәрі айналып келгенде жаңа бармақ басты көз қысты біреудің бизнесін дамыту. Ал Жамбылда 800 бала мектепке әлі бара алмай жүр. Оларды кім кіргізбей қойды? Бұрғымен мұз ойып, қыздарда қармақ салады. Бұрымдылар балық аулайтын жерлерді де жаулап жатыр. Постучим по дну и подымем подождем. Поклевки нету. Ала жаздағы еңбегіміз зая кеткелі тұр. Павлодарлық шаруалар осылай шырылдап жатыр. Қоймадағы шіри бастаған өнімді тіпті 50 теңгеден өткізе алмайды екен. Әлеуметтік желіде жанайқайын жеткізген кәсіпкерлер бір жапырақ қағаздың кесірінен зар иледік дейді. Қаңтар айында карантиндік сертификаттар берілмей, шаруалардың қолы байланған тәрізді. Тиісті құжаттың жоқтығынан көкөнісін экспортқа шығара алмапты. Жергілікті атқарушы орган өкілдері өңірдегі сауда орындарында жергілікті өнім саудаланып жатыр, одан бөлек басқа да облыстармен тауар жеткізу бойынша келісім жасап жатырмыз дейді. Биылғы жылдың қаңтар мен ақпан айларында 2500 тонна Ресей Федерациясына экспортталды. Оның ішінде 1800 тонна қаңтар айында, 700 тонна ақпан айында. Облыстық агроөнеркәсіптік кешеніндегі аумақтық инспекциясының деректері бойынша экспортқа тыйым салынған жоқ. Куәлігінен уақытша айыру керек. Сенатор Марат Қожаев жол ережесін өрескел әрі жиі бұзатын жүргізушілерге осындай жаза қолдануды ұсынды. Депутаттың айтуынша елімізде заңға бағынбайтындар көбейген. Дегенмен олардың басым бөлігіне тек айыппұл немесе айыппұл салатын хаттама толтырылады. Ережені бірнеше рет қайта бұзса да оларға жаза еш күшеймейді. Ал халықаралық тәжірибеге сүйенсек, кей елдерде мұндай тентек тізгіншілер куәлігінен айырылып қайтадан емтихан тапсырады екен. Атқамінер осыған ұқсас жазаларды біздің елімізде де енгізу керек дейді. Техникалық құралдар тіркеген 10 және одан да көп жол ережесін бұзған жүргізушілерді жол жүрісі қағидалары бойынша теориялық емтиханды қайта тапсыруға жіберуді міндеттеу керек. Сондай-ақ жол ережесін қайталап бұзған үшін жүргізуші куәлігінің уақытша айыруға дейін жауапкершілікті күшейтіп, ережені жүйелі түрде бұзатындарға айыппұл төлеген кездегі 50% жеңілдікті алып тастауды ұсынамыз. Жеке басында бірнеше банк картасы барлар жіті тексеріледі. Атап айтсақ, бір қаржылық ұйымнан 5 немесе одан көп пластик аштырған азаматтар қатаң бақылауға алынбақ. Бұл туралы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі мәлімдеді. Бұл әуелі заңсыз ақша айналымының артуына байланысты. Қылмыскерлер өз кірістерін заңдастыру үшін жалған тұлғаларға немесе бөгде адамдарға тиесілі дроп карталарды жиі қолданатын болған. Сондықтан 19 қаңтарда күшіне енген талапқа сәйкес 5 картасы бар клиенттер назарға алынып, күдікті операциялар анықталса, ақпарат бірден уәкілетті органға жіберіледі. Сөйтіп олар қаражаттың шығу көзін растауға міндеттеледі. Қарағанды Астана бағытындағы тас жолда 100-ге жуық көлік тұрып қалды. Бұл ақ түтек боранның кесірі. Между поселками Баймырза, Ушанды по направлению города Астаны видимость ухудшается. Облыстық полиция департаментінің мәліметінше Теміртау қаласының әкімдігі оларды ауыз су азық түлікпен қамтамасыз етіп жатқан көрінеді. Әзірге ешкім медициналық көмекке жүгінбеген. Қар ішінде қаңтарылып тұрғандар негізінен жүк көліктері. Қазір күн күрт бұзылған солтүстік облыстарда республикалық маңызы бар трассалар жабылып, барлық көліктің қозғалысына шектеу қойылды. Қостанай, Ақмола, Қарағанды, Павлодар жақтарда қарғадым жер көрінбейді. Жолдар ертең таңертең жел тоқтап, боран басылғасын бірақ ашылуы мүмкін. Білімді бизнеске айналдырып жіберді. Түркістан облысының ата-аналары осылай шулап жатыр. Айтуларынша 9 және 11 сыныптағы ұл-қыздарын ешкім ескертпестен мемлекеттік мектептен жекеменшік мекемеге ауыстырып жатыр екен. Тест тапсыратын сыныптардың тағдырымен бұлай ойнауға болмайды деген ата-аналар талаптарын төтесінен қойды. Мәселенің мән-жайын тілші Ғалымжан Кенжебек біледі.
Күннің суығына қарамастан балаларының біліміне алаңдап, мектепке жиналған ата-аналардан 2-3 күннен бері маза жоқ. Олардың ұл қыздарын Ордабасы ауданы Шұбарсу елді мекеніндегі жекеменшік білім ордасына апарып оқытпақшы. Бас аяғы 9 және 11 сыныптан 250-ге жуық оқушы. Себебі өткен жылы ассоциациядан 9 бала шектік балл жинай алмапты. Енді соған байланысты ынтымақ жалпы орта мектебі құжат бере алмайтын болыпты. Бірақ ата-аналар қыркүйекте тапсырған аттестация сылтау қылып жылдың соңында не үшін айтып отырғандарын түсінбейді. Оған өзіндік пікірлері бар. Неге біздің мектеп аттестациядан өте алмай қалады? Бұның бәрі айналып келгенде жаңа бармақ басты көз қысты біреудің бизнесін дамыту. Міне біздің ауылымызда осы 6-7 жекеменшік мектеп ашылып кетті. Соларға бала толтыра алмай отыр. Кезінде ата-аналарға ақша ұсынып, немесе продукты ұсынып, соларды баласын тарту әрекеті жүрген сентябрь айында. Сонда әрекеттер болған. Енді сонда да бала толмағаннан кейін бұлар енді мынадай қадамға барып отыр. Заң жүзіндегі қадамға. Білімді бизнеске айналдырып отыр бұлар. Балаларымыз біреудің құралы емес деп шырылдаған ата-аналар жекеменшік мектепке баратын болса, ортаға бейімделіп үлгеруі қажет дейді. Алда тест тапсыратын уақытта жақындап қалған. Сондықтан осы мектепте оқытып, құжаттарын басқа мемлекеттік білім ордасына тіркесін деп отыр. Яғни қандай да бір жекеменшік мекемеге ұл қыздарын аттап аяқ бастырмайтынын айтады. Біздер қорқатымыз сол, балдарымыз қазір біздердің переходной возраст. Балдарымызды өзіміз енді бүйтіп реттеп атқан кезде, ертеңгі күні ол жаққа барып, ол жақта 3 сынып бар деп атыр қазір. Өзара мысалы келіспеушілік болып жатса, сондайдан қорқамыз. Ата-аналар мен оқушылардан бөлек жекеменшік мектепке баруға ұстаздар да қарсы. 61 мұғалім тыныш жұмыс істеп жүргеніміздің нәпақасынан айырды дейді. Қосымша әлеуметтік көмектерден қағылып қалмасымызға кім кепіл болады дейді. Ашуға булыққан мұғалімдер. Мұғалімдер де алаңдаулымыз, бізде өзіміздің тағдырымызға өзіміз алаңдаулымыз. 3 ай қалғанда қалай болады бұл жекеменшік мектепке ауысып, бәрі бұлар жауапкершілігі шектеулі серіктестік қой. Ол жерде отпускной төленбейді деп жатыр. Енді қазір ауызша уәде берді бізге. Сіздерді осы жерде қандай жалақы алсаңыздар, ертең 1 тиын да кем қылмай төлейміз деген сияқты. Біз оны қаншалықты ешкім кепілдік бере алмайды. Ата-аналар мен мұғалімдер жиналып, жағдайларын айтқаннан соң аудандық білім бөлімі басшысы және өзге де жауаптылар осы ортадан табылды. Бірден жиналыс өткізіп, әрбір адамның талап тілегін тыңдап шықты. Енді тұрғындардың қойған ұсыныстары тиісті органдар мен жауапты департаментпен бірігіп ақылдасып, оңынан шешім шығарамыз деді. Енді ата-аналардың талабы балдарымыз осы мектепте оқса, өйткені балдарымыз басқа мектепке барса қалай болады, балдардың қазіргі жағдайы ерекшелік болады балалар арасында деген талаптарын қойып отыр. Біз енді бұл талаптарды мен бүгінгі таңда мына құзырлы мекемелерге шықтым, білім бақылау комитетіне, қазір ол жердің басшысымен сөйлестім. Міне бұны біз оң шешіммен шешетін боламыз. Ал тұрғындар берілген уәде дер кезінде орындалып, жауаптылар сөзінен тайқып кетпесе екен деп отыр. Ғалымжан Кенжебек, Батыр Оразбек, Еуразия бірінші арнасы, Түркістан облысынан. Таразда 800-ге жуық оқушы өз мектебіне бара алмай жүр. Бюджет бүйірінен 2 миллиард теңгеден астам ақша шықса да, түйткіл тарқайтын емес. Бәріне бас көз болатын әкімдік бір жеке компаниямен соттасып әлек. Бәрін айтта бірін айт, балаларды білім ордасына неге кіргізбей жатқанын Дәурен Доғдырбай баяндайды. Бұл 15-ші мектеп гимназиясы қаланың қақ ортасында орналасқан, бұрын оқу комбинаты болған, кейін білім беру мекемесіне айналды. Оқушылар саны өсіп, оқу орнының іші тарлық ете бастаған соң, жергілікті билік өткен жылы мектеп жанынан жапсарлас ғимаратты салып бастады. Алайда 2 миллиард теңге бөлінген құрылыс жұмыстары жарты жолда қалып қойды. Құрылыс басталғаннан кейін бізде отопление полностью бұзылды. Қазір мектепте ешқандай жылу жоқ. Соған байланысты оқушылар бөлінді. Өйткені суық жерге балалар отырамайды. Екіншіден құрылыс басталса, бұл жерде енді қанша айтқанмен қауіпсіздік, балалардың қауіпсіздігі үшін біз ауысып отырмыз. Қазіргі уақытта 800-ге жуық оқушы шаһардағы 3 мектепке бөлініп білім алып жатыр. Олардың өзге оқу орнында оқып жүргеніне жарты жыл болды. Жыл өтпей пайдалануға берілу тиіс білім ошағының қазіргі сиқы осы. Әзірге жапсарлас ғимараттың 35% ғана аяқталған, ал құрылыс жұмыстарының тоқтап тұрғанына 7 айдан асты. Қазір құрылыс басында тірі пенде жоқ, айнала темір-терсекке толып, тот басып барады, ғимаратты қар басып, ағаштар да шіріп жатыр. Осылай құрылысты жарты жолда тастап кеткен компанияны жергілікті билік өкілдері сотқа беріпті. Себебі бұл мердігер бұдан бөлек 40-тан аса тендерді жеңіп алып, ешқайсысын толық аяқтамаған көрінеді.
Келісімшарттың сәйкес 700 миллионға жуық аванс түрінде, форма емес аванс түрінде жіберілген болатын. Және де сол тарапты олар 35%-ын жаңа орындады. Сотқа берген кезде біз міндетті түрде жосықсыз деп тану деп бердік. Алайда басқа өңірлердің тарапынан уже жосықсыз болып реестріне кіріп қойған авансты қайтару және келісімшартты бұзу бойынша. Бүгін таңда сол жаңа бірінші инстанцияның тарапынан біз оттық. Мән жайды білмек болып, мердігер компанияның басшылығына хабарластық. Сұраққа жауап бергісі келмеді ме? Әйтеуір уақытым жоқ деп тұтқаны тез қоя салды. Жалпы 15-ші мектеп бойынша хабарласып тұрып қазір? Қай мектеп бойынша? 15-ші мектеп бойынша. Мен қазір келісіп отырмын, сұхбат бере алмаймын. Енді мердігер апелляциялық шағым берсе, аталған мектеп құрылысы биылда аяқталмауы мүмкін. Осылайша 800-ге тарта оқушыға тағы бір жылда басқа білім ордасында өткізуге тура келеді. Дәурен Доғдырбай, Еуразия бірінші арнасы, Жамбыл облысынан. Наурыздың 1-іне дейін тасқынмен күреске қажетті жабдықтар мен күш құрылымдар сақадай сай болу керек. Бүгін жұмыс сапарымен Солтүстік Қазақстан облысына барған премьер-министр барлық әкімге осындай міндет жүктеді. Олжас Бектенов тіпті бірнеше министрге де тапсырма берді. Экология министрлігі 14 аймақта ылғал қоры шамадан артық екенін анықтапты. Ал Қазгидромет наурыз айында күн жылынып кетеді деген болжам жасап отыр екен. Кез келген жағдайға дайын болуымыз керек. Қазір су тасқыны кезеңіне сақадай саймыз деп айтуға әлі ерте. Осы күнге дейін тиісті шешімдер қабылданбаған бірқатар проблемалар бар. Барлық әкімдер тікелей жауап береді. Сондықтан жұмысты жандандырып, су тасқынына қарсы белгіленген шараларды нақты іске асыру керек. Бұл әсіресе тәуекел аймағында тұрған өңірлерге қатысты. Қазір ең алдымен елді мекендердің су тасқынына нақты дайындығын тексеру керек. Теріскейге барған үкімет басшысы былтыр су алған аймақтардың қазіргі ахуалын көзбен көрді. Ойғала мен Жас Өркен шағын аудандарындағы айналма жолды өткен жылы су шайып, сол маңдағы тұрғындардың үйіне дейін кіріп, әбігерге салған еді. Биыл мұндайды болдырмас үшін арнайы бөгет салыныпты. Бірнеше алып сорғыда дайын тұр, бірақ сақтансаң сақтайды демекші. Жергілікті атқарушы орган қауіпті аймақтағы бүтін бір ауылды көшіргелі жатыр. Принято решение. Бөгет салу жұмыстары айдың аяғына дейін аяқталады. Қала іргесіндегі Заречный кентіне келер болсам, елді мекенге су жан-жақтан келеді. Сол себепті 90 және 72 пәтерлі үй құрылысын бастадық. Қазан айына қарай тұрғындардың бәрін қалдырмай көшіру жоспарланып отыр. Тағы 90 үйді сатып алу көзделінген. Ол аймақтағы түзету мекемесін көшіріп, жаңасын салу үшін де 15 миллиард теңге бөлінді. Там осталось 200. Тыныштық пен татулық, құнсыз байлық. Оның мәнін терең түсінсек қана табысқа жетеміз. Бүгін жастармен жүздескен Қасым-Жомарт Тоқаев осылай деді. Президентіміз әуелі жұмысшы мамандықтарының қаласы фестивалін аралап, түрлі саладағы мамандарды даярлау үдерісімен танысты. Ауқымды шарада 40 интерактивті көрме қойылып, 200-ден аса кәсіптің қыр-сыры көрсетілді. Мемлекет басшысы кез келген еңбек ерекше құрметке лайық екенін еске салып, өңірден келген жастарды ел үшін тынымсыз тер төгуге шақырды. Сондай-ақ президент Украина төңірегіндегі жағдайға қатысты пікір білдіріп, еліміздің тұрақтылығы ең басты құндылық екенін атап өтті. Қазір Украина бойынша көп әңгімелер болды. Біз алғашқы кезден бастап бұл соғысты міндетті түрде тоқтату керек. Дипломатиялық келіссөздер арқылы бір мәмілеге келу керек. Бұл ұстанымымыз енді шындыққа келетін болды. Алпауыт елдің арасында қазір сұхбат, саяси сұхбат бұл енді жатыр. Бұл жақсы үрдіс, бұл үрдісті біз мейлінше қолдаймыз. Білімгерлер оқу бітірген соң қайда барам деп бас қатырмайды. Дипломы да, деңгейі де сай болып, бірден қызметке кіріседі. Президент пәрменімен жұмысшы мамандықтарға қолдау күшейіп, ерекше жағдай жасалып жатыр. Биылғы жылдың өзі аталған еңбек иелеріне арналды. Осыған орай Ақмола облысында жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен арнайы форум өткізілді. Оған колледж студенттері мен бірнеше кәсіпорын өкілдері қатысты. Жауаптылар өндірістердің жұмысы жайлы баяндап, болашақ маман иелерін толғандырған сан сұраққа жауап берді. Қазірдің өзінде қос тарап арасында келісім жасалып, жылы байланыс орнаған. Биотехнологтар керек. Ол жерде мысалы Шоқпан Уәлихановқа барамыз. Ол жердегі мысалы қазіргі практикамен меморандум жасалған болатын. Ол жерде бір базасы бар. Яғни сол жаққа біз экскурсияға барған кезде олар сол жерде 3-4 курста производство практика дейді, соны өтіп, ол жақта жұмысқа орналасады. Қандай оларға мамандықтар керек екені, яғни айтады ғой, специалист своего дела, яғни маманданған дипломы бар специалисттер өздеріне алып, оны оқытып, сол жерде жұмыс жасаватқандар көп. Балық аулау ер азаматтың ғана ермегі десеңіз қателесесіз. Өзен жағалап мұз ойған әйелдер де көбейді.
Павлодар облысында бір топ келіншек қармақ салуды әдетке айналдырыпты. Қысқасы бар дүниені ұмытып, миды тынықтыратын жерімізден де айырылайын деп жатырмыз ау жігіттер. Енді қайда барып дем аламыз? Девочки, а у вас спиртного нету, да? Нет, мы не употребляем и не советуем. Қармақты серік еткен әйелдер алкогольді ішімдіктен көрі кермастағы қара шайды жөн көреді. Мұз үстінде жаурап қалмаудың жалғыз жолы осы. Оның әсерін сөзбен жеткізу мүмкін емес. Қармағыңа балық ілсе тіптен керемет. Постучим по дну, приподнимем, подождем. Балық аулау арзан демалыс емес, қарапайым бұрғы алу үшін де біраз шығындалуға тура келеді. Евгения Классен автоматты құрылғымен мұз тесемін деп жарақат алыпты. Соған қарамастан араға апта салып, мұз үстіне қайтадан шығып кеткен. Затягивала шнек, чтобы он не выпал. Бұрғы мұз астында кетіп қалмасын деп бұрандасын тартқаным сол еді. Автоматты мұз тешкіш құрылғы қолғабымды бұрап, саусағымды қайырып кетті. Сіңірімді үзіп алдым. Сонда да балық аулаудан бас тартатын мен емес. Оның орны бөлек. Егер үлкен балық қармаққа ілінсе, мен үшін ол үлкен бақыт. Балықшы келіншектердің барлығының негізгі қызметі бар. Бірі сұлулық салонында, енді бірі теміржол саласында, зауыттарда еңбек етеді. Ал балықшылық олардың басын бір арнаға тоғыстырды. Біреулеріне әкелері үйретсе, енді бірін балалары алып келген. Утром на рассвете. Шынымды айтсам, балық аулау өмірімнің бір бөлшегіне айналды. Таң ата табиғаттың сұлулығын айтып жеткізу мүмкін емес. Мұны тек балықшылар ғана сезіне алады. Ольга Кочкуркина 12 жылдан бері қармағын тастаған жоқ. Өзен жағалағанның өзегі талмайтынын айтады. Өзі жалғыз апталап балық аулайтыны тағы бар. Вы знаете, мне настолько вот это понравилось. Білесіз бе, балықты аулаудың ұнағаны сонша, бұдан былай жыл сайын жалғыз өзім бір апта бойы балыққа барамын деп шештім. Еркіндік сезімі өте керемет. Біреулер 8 наурызға күйеуінен косметика сұраса, маған балық аулауға қажетті дүние сыйласа, қуанар едім. Павлодарлық әйелдер балықшылар командасында құрыпты. Осыдан бірнеше жыл бұрын қысқы балық аулау жарысына қатысып, жоғары нәтиже көрсеткен. Олар мұнымен тоқталып қалмақ емес. Бердібек Қарымбай, Майя Шуақбаева, Еуразия бірінші арнасы. Әлияның бейнесін тірілтті. Ақтөбеге батыр қызға арналған облыстық мемориалды мұражай келушілерді жаңа жәдігерлермен таң қалдырды. Жеңістің 80, ал батырдың 100 жылдық мерейтойы қарсаңында мұрағаттағы барлық тарихи дүниені қайта жасақтапты. Ғимарат табалдырығын аттаған сәттен бастап, жасанды интеллект, санды технология өнімдерінің куәсі боласыз. Мұражай қызметкерінің орнына виртуалды промоутерден керек ақпаратты алуға болады. Келушілердің таңданысын тудырған дүние көп. Әсіресе VR көзілдірік арқылы Әлияның туған өлкесіне сапар шегіп, үйінде дастархан басында отырған сәтін тамашалап, бірге шай ішкендей боласыз. Мен әскери жастарға, әскери патриот клубтан болам. Атыстарда көптеген жарыстар болады. Және де сол жарыстарда мен осы Әлия Молдағұлова апамызды еске алып, соның ерлігін үнемі осы есте сақтап қалу үшін, оның ерлігін дамыту үшін, қазіргі уақытта көптеген қыздардың қызығушылығын жоғары көтермелеу үшін мен көптеген жарыстарда сол қатысуыма үнемі үлесімді қосам. Себебі Әлия Молдағұлова апамыз еңбегінің бәрін бағалау, ол мен үшін үлкен мақтаныш болып келеді. Бұл жобаны жүзеге асырарда мамандар 3D мэппинг AR технологиясына иек артқан. Мысалы, соғыста жүріп туған туыстарына хат жазып отырған Әлия бейнесіне жан бітірген. Хатты екі тілде дыбыстапты. Бұдан басқа майдангердің өмірі мен ерлігі, туған, өскен ортасы туралы дерекқор жасалған. Ол жерде әдебиеттер, фильмдер, фотосуреттер бар. Келуші қалаған ақпаратын сенсорлы экранды түртіп жіберіп ақ көре береді. Облыстық мұражайда 11 мыңнан астам жәдігер бар. Қызметкерлер былтыр 46 мың адам келіп тамашаласа, енді жаңа кейіптегі мұражайға келетіндер саны одан да арта түседі деген ойда. Біздің экспозиция толықтай өзгерілді. Соның ішінде жалпы барлығы қазіргі таңда Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұловаға арналған, және де біздің Ақтөбе облысында құрылған 1941 жылдары құрылған 312 атқыштар дивизиясы мен 101 дербес ұлттық атқыштар бригадасына арналған. Екінші дүниежүзілік соғыстағы батырларды әлі күнге осылай ардақтап жатырмыз. Бірақ соғыстың бетін аулақ қылсын, Украинадағы қырғынды 6 айда тоқтатуға уәде берген ақш көшбасшысы Дональд Трамп өз сөзінде тұру үшін алғашқы әрекеттерді бастады. Ол жуырда Ресей президенті Владимир Путинмен бетпе-бет отырып келіссөздер жүргізіп көрмек. Талқылау алаңы ретінде Сауд Арабиясы таңдалыпты. Бұл туралы немістің Deutsche Welle агенттігі хабарлады. Басылымның дерегінше Ақ үйдің қожайыны әріптесі Путинмен телефон арқылы сөйлесіп, кездесетін жерді белгілеп те үлгерген. Бірақ Трамп бақ өкілдеріне берген сұхбатында Украинаның НАТОға қосылуын құптамайтынын және Киев Ресейдің қарамағына өткен аумақтарды енді кері қайтарып алуы екіталай екендігін мәлімдепті.
Бұған дейін 78 жастағы саясаткер Украина басшысы Зеленскиймен де телефон арқылы тілдескен тұғын. Ал енді осы сенбі кешкі сағат 8-де болатын асау жаңалықтардың тақырыптарына тоқталайық. Асау жаңалықтар. Қарашаның құлағын шулатқан қосымша құн салығы көтерілсе, алатын айлығымыз да артама. НДС-тен кімдер босатылуы мүмкін? Мы предлагаем освобождение от НДС. Қыздарды бензинмен өртеп, мүрдесін жер астына жасырған ақмолалық маньяктың кінәсін дәлелдеген экс-тергеуші арнамызға сұхбат берді. Ал адам етінен тұшпара жасап, сүйегінен сорпа қайнатқан каннибал Николай Жұмағалиев қазір қайда? Я борюсь с матриархатом. Ол қыздардың уақытын ұрлаған қосымша сабақтар балалардың білімін арттырып, зейінін ашып жатыр ма? Үлгерімін жақсартамын деп үй көрмей кеткен оқушылар не үйреніп жүр? Сенбі 20:00-де. 90-ға таясада тосылмай трактордан түспеген әжені кім көрген? Ең егде механизатор Қазия Мусинаның әрекеті желідегі жұртты тамсандырып отыр. 90-ға келіп, трактор жүргізіп бара жатырмын. Шығыс Қазақстан облысының тумасы қазір 88 жаста. Өмірінің басым бөлігін ауыл шаруашылығына арнапты. Жұрт 60-тан асқанда аяғым деп ақсаңдаса, 6 баланың анасы темір техниканың тізгінінен түспейді. Екінің бірі ебін таппайтын ауыр көлікті өмірлік серігін айналдырған. Қазіргі техникадар тіпті жақсы ғой. Жақсы, я? Иә, барлығы гидравлический. Әйелдерге жеңіл, әйелдер қыздар не істемейсіңдер. Техникада істеген жақсы ғой. Ал Абай облысында 81 жастағы қария газ 51 көлігін 50 жыл тізгіндепті. Қуаныш Бекшойынов машинасын әлімге өз тазалап өз жөндейді. Музейде ғана тұратын кинолардың өзінен табылмайтын темір тұлпарын қаз қалпында сақтап келеді. Қазір ауылдағы ағайынның қызметіне жарап, алғысын арқалап жүр. Қазақстанда тек бизнесмендер тұратын ауыл бар. Олар немен айналысады? Ақшаны қайдан алған? Чемпион қыздарды тәрбиелеп жүрген келіншектің арманы қандай? Қаймақ бағдарламасынан көріңіздер. Дипломмен ауылға келіп, мал бағып миллионер болып отырған келіншек. Осы жоба аясында 2,5% несиеге өтінім берді. Сол 2,5% несиемен осындай қой аламыз деп. Чемпион қыздар тәрбиелейтін жаттықтырушының арманы. Жаттықтырушы ретінде арманым осы қыздармен, осы бір ауылдан шыққан қыздармен Қазақстан чемпионатына баруды армандаймыз. Арнамызға арналған ақын қыздың арнауы. Халқымыздың мақтанышы болған арна. Қосылар әрбір үйде атқан таңда. Еліміздің жүрегінен орын алған Еуразия арнасы мәңгі самған. Сенбі сағат 9:30-да ақындар мен спортшылар тұратын ауыл туралы Еуразия бірінші арнасының қаймақ жобасынан көріңіздер. Оқушыларды өз бетінше өмір сүруге үйретуіміз керек. Сенатор Жанна Асанова осындай мәселе көтерді. Депутаттың айтуынша еліміздегі ажырасудың көбеюі жастардың отбасы құндылықтарын, тұрмыстық дағдыларды меңгермегенінен болып отыр. Сондықтан депутат өскелең ұрпақты өмірлік ұстанымдарға тәрбиелейтін курстарды мектеп бағдарламасына қосуға қажет дейді. Әсіресе орта және жоғары сынып оқушыларына үй шаруашылығы, тұрмыстық техникалармен жұмыс, алғашқы медициналық көмек көрсету, өзін-өзі қорғау мен құқықтық және қаржылай сауаттылыққа баулу керек. Международный опыт демонстрирует. Халықаралық тәжірибе өмірлік дағдыларды білім беру бағдарламаларына қосу оң нәтиже беретінін көрсетті. Оңтүстік Корея мен Канада мұны әлде қашан мектеп бағдарламаларына енгізген. Бұл курстарды қосу балаларға болашақта мамандықты саналы түрде таңдауға көмектеседі. Осыдан соң кейбір оқушылар инженерия, медицина, аспаздық, құрылыс, заң, қаржы немесе басқа да қызметтерге қызығушылық танытуы мүмкін. Бұл олардың кәсіби жолына одан әрі әсер етеді. Астанада бір тұтас тәрбие ұлттық құндылықтар тақырыбында республикалық семинар өтті. Жиында осы бағдарламаны енгізу арқылы баланың тұлға болып қалыптасуына, жан-жақты дамуына жағдай жасау және тәрбие процесіндегі үздік тәжірибелер талқыланды. Жаңартылған бағдарлама осы оқу жылының жаңалығы. Басқосуда еліміздің әр өңірінен келген педагогтар өз ойларын ортаға салып, жобаларын көрсетті. Осындай шараға қатысып, басқа білім беру мекемелері қандай тәжірибе таратады екен, осы бағдарлама ұсынып отырған 6 құндылық, 6 жоба қай бағытта дамып жатыр екен, бізге елі балалар неміз бар, не қажет екен, соны білуге келдік. Бүгінгі айтарымыз, құрметті көрермендер, арнамыздан алыстап, жаңалықтан қалысқап жүрмеңіздер. Дидарласқанша.